Қайырлы күн достар. Бүгін біз месопотайский тамағын жасайтын боламыз. Ол үшін бізге сиыр еті қажет. Сиыр етін осындай видеода көрсетілгендей қылып соломка етіп турап аламыз. Қатты жіңішке немесе қалың қылмай, орташа көлемде етіп турап аламыз. Бұл сиыр еті тез піседі. Қазір біз маринадтап қойғаннан кейін етіміз тез жұмсарып әдемі болып піседі. Барлығын осылай соломка етіп турап аламыз. Турап болғаннан кейін ыдысымызға салып, 1 қасық соевый соус қосамыз. Жарты сағат холодильникке жібереміз. Енді пиязымызды осындай видеодадай қылып, бұнда соломка етіп турап аламыз. Видеода көрсетілгендей қылып, жұқада емес, қалыңда емес қылып тураймыз. Енді тәтті бұрыштарымызды тураймыз. Тәтті бұрышты да өте шағын кубик деудің қажеті жоқ. Бұл тез піседі. Осындай қылып турап аламыз. Тәтті бұрышымызды турап болғаннан кейін қиярымызды тураймыз. Қиярымызды дәл видеода көрсетілгендей қылып, ұзыншалап етіп кесіп аламыз да, бұны да соломка етіп тураймыз. Яғни біздің барлық көкөністерімізді соломка етіп тураймыз. Қиярымызды турағаннан кейін 1 қызанақ қосамыз. Қызанақты турап болғаннан кейін 1 сарымсақ қосамыз. Барлық көкөністерімізді турап болғаннан кейін майымызды қыздырып қуыра бастаймыз. Етімізді бірінші әдемілеп қуырып аламыз. Майды ондай көп құюдың қажеті жоқ. Күнделікті тамаққа қосатындай қылып шамалы ғана май қосамыз. Етті әдемілеп қуырып болғаннан кейін үстіне пиязымызды қосамыз. Пиязымызды қосып жақсылап қуырғаннан кейін шамалы су құйып 2-3 минутқа бұқтырып аламыз. Яғни біздің етіміз әдемі жұмсақ болып пісу үшін. Етіміз дайын болғаннан кейін қалған көкөністерімізді қосамыз. Болгар бұрышын қосып 5 минуттай қуырып аламыз. Онан кейін қиярымызды қосамыз. Қалауынша тұз қосып, помидорымызды барлығын қосып, қақпағын жауып дайындап қоямыз. Енді гарнирге мен күріш қостым. Күрішті алдын ала жуып, кептіріп аламыз. Яғни суына бөлек кептіріп қоямыз. Қызып тұрған табамызға майымызды құйып, күрішті қуырып аламыз. Біздің күрішіміз бір-біріне жабыспайтындай әдемі болып пісу үшін осындай видеода көрсетілгендей қылып қуырамыз. Үстіне қайнап тұрған ыстық суымызды құйып, тұзымызды салып, күріштен сәл асырып пісіріп аламыз. Біздің тамағымыз дайын. Ас болсын.